Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен зебра пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты көбіңіз білетін шығарсыздар. Екі түрлі тестодан жасалады және ерекше пирогтардың бірі. Енді жасалу жолына көшейік. Жұмыртқаның үстіне қантымызды қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін айранның үстіне соданы салып, екеуін араластырып, жаңағы массамыздың үстіне құямыз. Араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін сұйық майды қосамыз. Одан кейін осы массаның үстіне ұнымызды біртіндеп қосатын боламыз. 2-3 бөлікке бөліп қосқан жөн. Ұнымызды салып, араластырып болғаннан кейін осы тестімізді 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі бізде қою түсті болатын болса, екіншісі ашық түстес болатын болады. Қою болу үшін біздер какао қосамыз. Одан кейін бір ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып аламыз. Табамызды фольгамен қаптап аламыз. Одан кейін бірінші ақ түстен бастап, екі тестімізді кезектестіріп сала беретін боламыз. Тестімізді салып болғаннан кейін осының үстіне біз узор салатын боламыз. Оны өз қалауларыңызша салуға болады, немесе дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Осыны 180 градусқа 40-45 минутқа духовкада пісіріп аламыз. Осымен бізде зебра пирогы дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес берем. Ас болсын.